Оқиғаның басында бөтен ғаламшарлықтардың алып кемесі жер атмосферасының үстіне білдіртпей келіп тоқтайды. Көп ұзамай аналық кемеден шағын зона бөлініп шығып, жерге қарай құлдилайды. Алайда түсу барысында зонд істен шығып, ұлттық орман аумағындағы батпаққа құлап түседі. Соққының күшінен ішіндегі бөтен жаратылыстар сол мезетте қаза табады. Дәл сол сәтте өлекселердің иісін сезген ұрқашы Маса апат орнына ұшып келіп, бөгде тіршілік иелерінің қанын сорады. Бар жоғы бірнеше заттың ішінде Масаның көлемі 100 есе ұлғайып, аса қауіпті, агрессивті алып Масаға айналады. Келесі күні Дэйв пен Сара ұлттық паркке қарай жолға шығады. Олар орман күзетшісі қызметіне өтініш бермек. Жолда келе жатып, көліктері белгісіз бір затты қағып кетіп, қатты соққыдан кілт тоқтайды. Дэйв дереу көліктен түсіп тексеріп көреді де радиаторды өткір зат тесіп өткен байқайды. Машина енді жүре алмайды. Алғашында Дэйв үлкен бір құсты қағып кеттік деп ойлайды. Бірақ Сара апат орнын мұқият қарап шығып, қалдықтардың құсқа емес алып жәндікке тиесілі екенін анықтайды. Тіпті сорғыш тұмсыққа ұқсас мүшені де байқайды. Биологияға қызығатын Сара бұл олжаны зертханаға апарып, бөлшектеп тексеруді ұсынады. Алайда Дэйв үшін жұмысқа орналасу сұхбаты маңыздырақ болып оны көндіреді. Ақырында Сара оның сөзіне құлақ асады. Екеуі алып Масаның қалдықтарын жол жиегіне ысырап, көлікті жөндеткенше жақын маңдағы қалаға барып демалуды ұйғарады. Осы арада орман ішінде бір топ адам шатыр тігіп демалып жатыр. Жаз мезгілі болғандықтан ағаш та көп, Маса да көп. Орман күзетшісі Хендрикс Маса үркітетін құралын алып, жәндіктерді қолай бастайды. Оның шектен тыс қимылдары Масаларда емес, адамдарды қуып жүргендей әсер қалдырады. Сол уақытта адасып кеткен 3 қарақшы парк маңына кезіп келеді. Олардың бірінің іші ауырып, дәретхана іздеп бөлініп кетеді. Ол барған жер Масаларға нағыз жұмақ болатын лас, батпақты орын. Шаруасын енді бітіре бергенде шатырдың үстінен бір түрлі дыбыс естиді. Бас көтеріп қараса, алып Маса оны көріп, зәресін алады. Маса ол жасын байқап, бірден соңынан түседі. Достары Эрл мен Джейк оның жаны ұшыра айғайлағанын естіп, көмекке ұмтылады. Алып Масаны көрген Джейк ойланбастан оқ атады. Бірақ қателесіп, өз серігін атып өлтіреді. Сын сәтте Эрл нысананы дәл көздеп, Масаны атып түсіреді. Алып Маса сол жерде быт-шыт шығады. Тынық көлде 2 жас жігіт балық аулап сыра ішіп отыр. Кенет аспаннан тағы бір алып Маса төніп келіп, олардың біріне жабылады. Екіншісі ескекпен Масаны ұрмақ болады, бірақ тепе-теңдігі жоғалтып, суға құлап кетеді. Маса сұмдық тұмсығын жігіттің көзіне қадап, қанын соруға кіріседі. Ал су астына тығылған жігіт аман қалып, әрең жағаға шығып орманға қарай қашады. Бірақ әлі де аш Маса оны соңына дейін қуады. Әлсіреген жігіттің қашар жері қалмайды. Ақыры Масаның тұмсығы оның жүрегін тесіп өтіп, өмірін қиып тынады. Ең қорқыныштысы, мұндай мутант Масалар біреу емес екен. Олар топ-тобымен ұшып, тірі олжа іздеп жүр. Түнде парк ішінде бір ғашық жұп шатырда еркелеп жатады. Біраздан соң жігіт сыртқа орманға кіші дәретке шығып кетеді, ал олар өлім дәл қастарында екен білмейді. Қыз табанның астында бірдеңе жыбырлағанын сезіп, жігіт қалжыңдап жүр деп ойлайды. Ұзақ уақыт жауап болмаған соң, ол орнынан тұрып қараса, көргеніне сене алмай қалады. Үстінен жасыл жиіркенішті сұйықтық тамшылап тұр. Ол теуіп құтылмақ болады, бірақ тағдырдан қашып құтыла алмайды. Масаның тұмсығы оның денесін тесіп өтеді. Қыздың айғайын естіген жігіт жүгіріп жетеді, бірақ шатырға таяған сәтте қатып қалады. Артына бұрылғанда сансыз Маса оған қарай лап қояды. Ал Сара мен Дэйв түн ортасында мотельге тоқтайды. Көлікті жөндету үшін қаладағы шеберханаға хабарласуға тура келеді. Жөндеу шамамен 2 аптаға созылмақ. Келесі күні таңертең Дэйв есік алдында доктор Паркспен жолығады. Көк көліктің иесі сол. Ол ақш әуе күштерінде қызмет ететін метеоролог екен. Жақында парк маңынан белгісіз ұшатын нысан көрінген. Сол себепті ол арнайы тапсырмамен келген. Сараның орман күзетшісі болуға ниетті екенін естіген соң, Паркс оларға паркке дейін жеткізіп салуды ұсынады. Паркке жақындағанда Паркстың детекторы тосыннан дабыл қаға бастайды. Бұл маңда белгісіз тіршілік иелері барын білдіреді. Паркс айналаны тексеруге түсіп кетеді. Ал Сара көпір үстінде қалып демалады. Кенет баяу жылжып келе жатқан қайық көрінеді. Оның үстінде Масалар өлтірген балықшының мәйіті жатыр. Денесі адам танымастай қансыз қалған. Паркс пен Дэйв қайықты жағаға тартып шығарады. Мұндай өлімді олар алғаш рет көріп тұр.
Милая, да ты что? Я с этим парнем в одной машине не поеду. Если мы сдвинем тело с места, мы можем повредить что-нибудь. Дэйв батыл болжам жасайды. Мұның артында бөтен ғаламшарлық күш тұруы мүмкін. Мәйітті көлікке салып, полицияға хабарласу үшін паркке бет алады. Бірақ әдетте адамға толы парк бұл жолы жым-жырт, бір жан жоқ. Паркс орман күзетшілерінің кеңсесін табады. Әйнек есікте үлкен тесік бар. Ішіне кірсе, бәрі астан-кестен ойран болған. Паркс орман күзетшісінің мәйітін тапқанда, оның біраз уақыт бұрын өлгенін анық болады. Өлім себебі балықшының қазасымен де бірдей. Дэйв кеше түнде теледидардан жаңалық көрген айтады. Бұл маңда банк тонаушылар жүр екен. Мүмкін қылмысты солар жасаған шығар. Алайда Паркс бұған келіспейді. Өйткені құрбандардың денесінде қару қолданғанына ұқсайтын еш белгі жоқ. Мұндайды адам істей алмайды. Кімнің кінәлі екенін білмесе де, Паркс бір нәрсеге сенімді. Бұл адам қолынан келген іс емес. Жағдайдың қаншалықты қауіпті екенін түсінген Дэйв бұл үрейлі жерден мүмкіндігінше тез кеткісі келеді. Бірақ Паркс бас тартпайды. Ол бәрін соңына дейін анықтауға бекінген. Сарада шындықты білмейінше кетпейтін айтады. Дэйв Сараны тастап кете алмайды. Амалсыз тісін қайрап қалуға мәжбүр болады. Құпияны ашу үшін үшеуі екіге бөлінеді. Паркс парктың өзге бөліктерін жалғыз тексеруге кетеді. Ал Дэйв пен Сара көл маңынан айғақ іздейді. Сөйтсе парк бос емес екен, мұнда келгендердің бәрі өлген. Әр жерде жатқан мәйіттер шіріп барады. Аптап ыстық ыдырауды жылдамдатып ауаға сасық иіс тараған. Дэйв пен Сара жағада тұрған қайықтың астында бірдеңе қозғалған байқайды. Дэйв ескекпен түртіп көреді, үн жоқ. Сара қайықты көтерсе жалған қауіп екен. Астынан орман күзетшісі Хендрикс шығады. Тірі екен. Осы кезде Паркс өлген бір масаны тауып алады. Дэйв пен басқалар оған жеткенде Хендрикстен паркқа алып масалар шабуыл жасаған біледі. Для того, чтобы это сделать. Это однозначно Эдис Эджиптай. Что? Комар, я совершенно... Кәдімгі масаға қарсы спрей бұл құбыжықтарға әсер етпейді. Егер қайықтың астына дер кезінде тығылмаса, өзі де тірі қалмас еді. Парк апатқа ұшыраған бөгде ғаламшар кемесіне жақын орналасқандықтан радиация барлық байланыс сигналдарын бөгіп тұр. Полицияға хабарласу үшін қалаға жету керек. Бірақ Паркстың көлігі ашық төбелі кабрилет. Егер алып масалар шабуыл жасаса, олар қорғансыз қалады. Бақтарына орай жақын маңнан автодом табады. Жүргізуші рөлге сүйеніп қозғалмай отырген. Сөйтсе оны масалар сорып өлтірген. Олар мәйітті әрең дегенде шығарып үлгереді. Сол сәтте айналаны ызылдаған дыбыс басады. Уақыт жоқ. Төртеуі автодомға мініп, газды басып, парк аумағынан аман-есен шығып кетеді. А теперь прямиком в город. Түнде олар орман жолымен келе жатады. Кенет Джейк жолдың ортасында қолын көтеріп тоқтатады. Паркс оның кім екенін білмегендіктен еш ойланбастан көліктен түсіп сөйлеседі. Сол сәтте орманнан қолында қаруы бар Эрл шыға келеді. Бұл тұзақ еді. Олардың көлігінде бензин таусылған. Енді Паркстың автодомын тартып алмақ. Алайда олар автодомда Паркстан басқа адамдар барын білмейді. Барлығы бірігіп Эрл мен Джейкті жеңіп шығады. Оларды сол жерде қалдырып кетуге болар еді. Бірақ соңғы сәтте жүректері жібиді. Оларды масаларға жем қылуға қимай байлап алып кетеді. Автодом қайта жүре бастаған сәтте масалардың қаптаған тобы пайда болады. Алдымен шатырдың үстіне қонады. Артынан терезелерді сындырып ішке көруге тырысады. Дэйв жылдам әрекет етіп, бір масаны атып түсіреді. Бірақ қауіп мұнымен бітпейді. Алып масалар толассыз келе береді. Кенет есік ашылып кетіп, Сара құлай жаздайды. Дәл уақытында Хендрикс оның қолынан ұстап, ішке тартып алады. Аласапыран кезінде үш алып маса ішке ұшып кіреді. Дэйв екеуін атып түсіреді, үшіншісі Джейкке тап береді. Досының өлім аузында тұрған көрген Эрл арқанын босатып, Сарадан балтаны жұлып алып, масаны шауып өлтіреді. Бірақ ол бірден бұрылып, Сараны кепілге алып, бәріне қаруларын тастауды бұйырады. Дәл сол сәтте Сараның батылдығы көрінеді. Ол қарсыласын Эрлді тура ұятты жеріне тебеді. Бір қауіптен құтылғанда екіншісі туындайды. Масалар алдыңғы әйнекке шаппай жабылып, жанталаса шабуылдайды. Хендриксті жамбастан маса шағып алады. Абырой болғанда Дэйв дереу атып, оны аман алып қалады. Енді тыныстап үлгермей жатып, бір алып маса дөңгелекке кіріп кетеді. Автодом басқарудан шығып, аударылып, бірнеше ондаған метрге сырғып тоқтайды. Бақытымызға орай ешкім жарақат алмайды. Бірақ жалғыз көліктерінен айырылып далада қалады. Хендрикс масалардың түнде аса белсенді болатынын айтады. Қараңғыда жаяу жүру нағыз өлім. Ең алдымен тығылатын жер тауып, таң атқанша күту керек. Ол сөйлеп жатқанда тағы да алып масалардың қара бұлты пайда болады. Паркс бәрін
су ағатын құбырдың ішіне бастап кіргізеді. Ал Джейк аш көздігін қоя алмайды. Ол тек ақшаны ойлап, автодромға жалғыз өзі қайтып барады. Бірақ қайта қашып үлгермейді. Бейшара Джейк масаларға жем болады. Бірнеше секундтақ қан сорып тастайды. Нағыз қырғын. Дегенмен құбырда толық қауіпсіз емес. Хендрикс арт жақты қорғай отырып, келе жатқан масаларды атып жатыр. Паркс қолындағы оттықпен жарық түсіріп, барлығын алға бастап келеді. Құбыр екінші құбырға келіп тіреледі. Паркс басын ішке сұғып қарағанда, дәл қарсысында масамен көз түйістіріп қалады. Ол жалма-жан басын кейін тартып алады. Сол кезде олар қорқынышты шындықты көреді. Айналаның барлық құбырын масалар толтырып алған. Қашар жол жоқ. Паркс, Дэйв және Хендрикс әр кіреберісті күзетіп, маса көрінген сәтте атады. Бірақ олардың саны тым көп, барлығын атып үлгеру мүмкін емес. Көп ұзамай оқ дәрі 2-ақ дана болып қалады. Сонда Паркс бәріне киімдерін шешіп, құбырлардың аузын тығып, оттықпен өртеп жіберуді бұйырады. Масалар оттан қорқады. Ақыры олар жақындай алмай қалады. Қауіп уақытша сейілген соң, бәрі болған жайтты талдайды. Дэйв мутацияланған масалар Паркс зерттеп жүрген ұшақпен байланысты деп болжайды. Сара ұшақ масалар мекендейтін жерге құлаған болу керек дейді. Масалар бөгде тіршілік иесінің қаны сорып мутацияға ұшыраған. Паркс бұл қисынды деп келіседі. Егер солай болса, ұшақты алып бақылар мен пираньяларда болу мүмкін. Таң атқанша ұшақты табуға келседі. Сонда барлық құпия ашылады. Келесі күні Паркс РВ-ден детекторын тауып, оны Джейктің мәйітіне қолданады. Күткендей, масалардың бойында радиация бар екен анықталады. Бұл олардың ұшақпен тікелей байланысты екенін дәлелдейді. Жол бойында бір ферма үйін көреді. Дэйв, Эрл және Хендрикс оны тексеруге кетеді. Ал Паркс пен Сара детекторға сүйеніп ұшақты іздеуді жалғастырады. Ферма үйі түгел бос болып шығады. 1 сағаттан соң бәрі қайта бас қосады. Қолда ештеңе жоқ. Түн тез түседі. Олар фермада түнемек болады. Масалар кірмес үшін есіктерді бекітіп, терезелерді нығайтып, жертөле есігін тақтаймен қағады. Қараңғылық орнай салысымен ең үлкен қорқыныштарды шындыққа айналады. Алып масалар үйді түгел қоршайды. Терезелер сықырлап, жарылуға шақ қалады. Барлығы қаруларын алып жан сақтау үшін шайқасады. Кейбір масалар бәрібір ішке кіріп кетеді. Эрл тапқан бензин араны оталдырып, масаның басын жұлып түсіреді. Бір маса ас үй терезесінен кірмек болады. Сара газды қосады, бірақ жанған маса да тоқтамайды. Сара мен Дэйв бірігіп, оны терезеден итеріп шығарады. Іштегі масаларды жойған соң терезелерді қайта бекітеді. Бірақ қаншаға дейін шыдайтыны белгісіз. Паркс бәріне жертөлеге тығылуды ұсынады. Ол Хендрикспен бірге алдымен тексеруге түседі де сұмдық көрініске тап болады. Жертөле еденнен төбеге дейін алып масалардың жұмыртқасына толы екен. Кейбірінен масалар шығып та жатыр. Екеуі жүгіріп жоғары шығып бәрін хабардар етеді. Хендрикс бұған дейін қараңғы болғандықтан байқамағанын айтады. Сара бұл масалардың ұясы деген қорытындыға келеді. Жоспар жасалады, сырттағы масаларды ішке алдап кіргізіп, ас үйдің мұржасы арқылы қашып шығып, бүкіл үйді газбен жарып жіберу. Паркс алдын ала таймер қояды. Барлық есік пен терезе ашылады. Үшеуінде бар жоғы 3 минут бар. Әйтпесе газ өздігінен тұтанады. Сара мен Дэйв бірінші болып шығады. Хендрикстің кезегінде ол ауыр болғандықтан мұржадан сырғып жарты жолда тұрып қалады. Паркс бұрышқа тығылып, тағдырын күтуге мәжбүр болады. Эрл бензин араны алып, жертөлеге жүгіріп кіреді. Ол қанша масаны өлтірсе де, өзі өлсе де бәрібір. Санау аяқталады, жойқын жарылыс болады. Барлығы тек Сара мен Дэйв қана тірі қалды деп ойлайды. Бірақ тосын сый бар еді. Паркс тоңазытқыштың ішіне тығылып аман қалған болатын.